Құрметлі бұқаралар, соңғы уақытлары районымыз аймағында кибер жинаятлар саны артып бармақта. Атап айтқанда, Шаманай районы аймағында бүгінгі күнге шейін жамы 61 бұқара 235 миллион сом пұлларынан айырылғаны хақында ішкі істер ұйымдарына мұражат еткен. Мұражатларды таллағанымызда тикарғы себеплерінен бірі елеге шеген бұқаралар телеграмнан келген зиянлы қосымшалар хам сілтемелерді жүклеп алуы, пұл көбейтіп береміз деген алдаушыларға сенуі, қолына алмаған ямаса көрсетілмеген қызмет үшін алдынан пұл өткеріп алдануы, сондай-ақ өзін банк ямаса құқықты қорғау ұйымдары қызметкерлері деп таныстырған шақстарға сеніп, жеке мағлұматларын айтып қою сияқлы жағдайлар менен байланыслы. Құрметлі бұқаралар, телеграмнан келген зиянлы АКП файларды ашпаң. Пұл көбейтіп береміз деген жалған трейдерлерге сенбең. Онлайн сауда істеуде тек сенімді платформалардан пайдалану. Өзін банк ямаса құқықты қорғау ұйымдары қызметкері деп шақырған шақстарға жеке мағлұмат хам тастиқлаушы кодларды айтпаң. Соны ұмытпаң, өз қауіпсіздігіңіз өз қолыңызда.